Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің видеомыз калифорниялық қызыл құрттардың қыстағы жағдайы туралы болатын болады. Егер осындай калифорниялық қызыл құрттармен айналысып биогумус өндіремін дейтін болсаңыздар, онда мына экрандағы номерге хабарлассаңыздар болады, немесе астына сілтеме қалдырамын. Сол сілтеме арқылы өтіп кез келген сұрақтарыңызды сұрай берулеріңізге болады. Сонымен қатар, егер беріп жатқан ақпараттарымыз сіздерге қызықты болса, онда подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны белгілеп қойыңыз. Мынау бізде Калифорния қызыл құрттардың қыстағы жағдайы тура осылай болады. Яғни қыста ашық алаңда жатады, қар жауса қар жауады, үстіне тек қана палатка, пленка соларды жауып қоямыз, болды. Осы жерден қыстап шығады. Көбейетін кезде болады. Немесе қатты суып кетсе, жердің астына да кіріп кетуге ыңғайлы. Мынау жердің үстіне тастағанның бір плюсы сода. Яғни қатты суық болса, олар жердің астына дейін кіріп кете алады. Мына жерден қазір аударып көрсетуге болады. Шылаушандардың беткі жағында жүргенін көруге болады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай қыс болғанмен, қаңтардың қазір 4-і 2022 жыл. Бірақ ауа райы қыстың ауа райындай емес. Жылы ауа температурасы, сондықтан бұларда бізде көбею процесі жүріп жатыр. Мінекей бет жағында жүр. Яғни күн жылыса, олар қайтадан жоғары қарай көтеріледі. Суыса, қайтадан астына қарай түсе береді. Солай өз өмірлерін жалғастырады. Мінекей майдасы анық көрінбей тұр, бірақ жыбырлап жатқан көрініп тұр әйтеуір. Бұл бізде майдасы не деген сөз? Ол қыстың өзінде де көбейіп жатыр дегенді білдіреді. Жартылай дайын болып қалған мынауымыз. Әлі біраз жату керек, бірақ әлі сонда да. Ал мұнда біз қыстағы ауа райына байланысты теплица түрінде мына жерді пленкамен қаптап қойғанбыз. Бұл кішкене болса да ауа температурасын ыңғайлы градустық шамада ұстап тұруға көмектеседі. Яғни сырттағы ауа райына қарағанда әлде қайда жылы. Ең бастысы ылғалдылықты дұрыс ұстасақ жеткілікті. Бұл жерде көбею процесі жылдамырақ жүреді. Және мына көкөністердің қалдықтарын да тастай беруге болады. Сонымен қатар, осы калифорниялық қызыл құрттарға, шылаушындарға мынадай теплица салып жатырмыз. Мынау біріншісі өзі қаптап жатырмыз бұны. Бұл да кішкене болса да ауа температурасын ыңғайлы қалыпта ұстауға көмектеседі. Қыста немесе жазда сыртын қаптап қоюға болады. Ал мынау бізде дайын болған биогумус. Оны біз илеп қаптарға салып сатылымға шығарамыз. Егер биогумус аламыз десеңіздер, онда осы төмендегі номерге хабарлассаңыздар болады, өте тиімді бағада. Ал мына жерге біз калифорниялық қызыл құрттарды жіберіп қойғанбыз. Бұл жерде де уже биогумус дайындалып жатыр, өңделіп жатыр. Жартылай дайын болып қалған жерлері бар. Ал мынау біздің механикалық ситамыз. Осы жерден біз дайын болған биогумусты илеп, оларды қаптайтын боламыз. Ал ситадан өтпегендерін қайтадан өңдеуге жібереміз, өйткені оның ішінде көптеген шылаушандар болады, олардың жұмыртқалары болады. Солар арқылы қайтадан көбейіп биогумусты өңдейтін боламыз. Міне біздің ситадан өтпей қалған қалдықтары. Бұл жерде де өте көп калифорниялық қызыл құрттар бар. Бұларды майдалаймыз біз. Сосын жаңадан алып келінген көңнің үстіне қайтадан тастап шығамыз. Ал мына жақта бізде жақында кеше ғана тасып болдық. Бұл жерге біз әлі шылаушандарды жіберіп үлгерген жоқпыз. Бұйыртса 1-2 күнде осы жерге де біз шылаушандарды жібереміз. Бұйырса көктемге дайын болады. Көктем айларына дайын болады. Бұлар малдың жаңа көңдері. Бұларды әлі жуып жатырмыз біз.
жуып болғаннан кейін бұл жерге де калифорниялық қызыл құрттарды жіберетін боламыз. Жумасақ онда болмайды, жуу керек міндетті түрде. Бұл жерде де бірнеше квадрат бар. Ал енді мына теплицаның ішіндегі калифорниялық қызыл құрттарды қарап көрейік. Бұл жерде де жоғарғы беткі жағында өте аз, өйткені қанша дегенмен қыс кезі болғандықтан, ауа райы ашық болып көрінгенмен температура салқын калифорниялық қызыл құрттар үшін. Мінекей мына жерден қазір көруге болады жылаушандардың жүргенін. Бір өзіме аудару кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Дұрыс аударылмай жатыр. Мінекей бет жағында жүргені. Бұл майдасы, мынау көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жерде де олардың көбеюіне қолайлы жағдай бар деген сөз ғой. Бұл майдасы жүрген болса. Қазайын ба? Az жүз көрсетші бір-екі жерін ашып. Міне мынау майдасы ұсталынбаны. Жерді тереңірек қазып сіздерге көрсетеміз. Бұл жерде де міне беткі жағында көріп тұрғандарыңыздай онша жоқ, өйткені қанша дегенмен беткі жағы салқындау болады. Астыңғы жағын ақтаратын болсақ, онда ол жерде көбірек болады. Қыста мінекей осылай олар өздері суық ауа райында осылай төмен жағына түсіп кетеді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте көп. Мына жерден жұмыртқаларының барын да байқауға болады. Қазір сіздерге көрсетеміз. Міне мынау бақтау анық көрінеді. Бұл калифорниялық құрттың жұмыртқалары. Осыдан жылаушандар пайда болады. Әдем көрінді. Болды. Мінекей, яғни көптеген сұрақтар болды бізде. Қыста не істейміз, қыста қалай ұстаймыз деп. Енді бізде оңтүстік болғандықтан, ауа райы жылы болғандықтан біз осылай қыстан шығарамыз.